Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар қара орман халқым. Ассалаумағалейкум алталаш. Біздің нұр молдалар мен нұр имамдарды сынаған, мінеген ащы сындарымызды естіп, кейбір бауырларымыз бізді қате түсініп жүр екен. Олар бізді дінге қарсы, жалпы исламға қарсы, құдайға қарсы, құдайсыз деп тіпті әуелі жекемізге шығып, сіздің дініңіз қандай деп сұрап жүргендер бар екен. Солардың барлығын айтатынымыз, біз дінге қарсы емеспіз. Біз адамдардың діни наным сенім бостандығына құрметпен қараушымыз. Біз Қазақстанда шынайы барлық тілге еркіндік, дінге еркіндік, адамдардың баспасөз еркіндігі, жиналыс өткізу еркіндігі, сөйлеу еркіндігі, саяси ұстаным еркіндігі, саяси партияларға, ұйымдарға бірігу еркіндігі, сол қатарда діни наным сенім бостандығы деген барлық бостандықтарды қамтыған, шын мәніндегі заң салтанат құрған, барлық нәрсе заңмен басқарылатын, сот жүйесі биліктен тәуелсіз болған, ақпаратқа еркіндік берілген, шынайы демократиялы азат Қазақстанды құру мақсатында жүрген азаматпыз. Сондықтан азаматтардың діни наным сенім еркіндігіне біз ешқашан қарсы болмаймыз. Ешқашан қарсы болмаймыз. Әрине, нұр молдаларды біз сындауға тиіспіз. Себебі олар ешқашан сын айтылмайтын ешкім емес. Немесе Құдайдың арнайы жіберген таңдаулы құлдары, оларды құрметпен қарау керек дейтін сөздің барлығы бекер. Атам қазақ өртейтұғын кітап бар, өлтіретін молда бар деп бекер айтқан жоқ. Олар осындай билікшіл, құлшыл, құлқынның құлы болғандарға қаратып айтқан. Әрине қазақтан сөз қалған жоқ. Қазақта бұндай сөздерді айта берсең, тізе берсең, қисап жоқ. Олар өте біздің ұлттық құндылығымыз, біздің халқымыздың ғасырлардан бері жиналған рухани байлығы. Қазақтар ежелден оны кітап қып жазып, философиялық деңгейде көтеріп отырмағанымен, бұның барлығын мақал қып түйіндеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырды. Сондықтан да өлтіретін молда бар, өртейтұғын кітап бар дейтін сөздің қалғаны содан. Ендеше қазақ тағы бір сөзді айтады. Қисық арба жол бұзар, қыңыр молда дін бұзар дейді. Дінді бұзып жүргендерде сол қыңыр молдалар. Пендешілік қалауын Құдайдың міндеттерінен артық көретін бұл адамдар сол өздерінің уақыттық мына дүниедегі жақсы өмір сүру үшін сол үстемтап өкілдерінің идеологиялық құралы болып кетті. Сөйтті де халықты патшаға қарсы шықпа, ойбай тыныштық жасасын, саған қандай зұлымдық жасаса да көн деп көмпістікке, құл мінездікке тәрбиеледі. Ал Құдай бізді бұл дүниеде құл мінезді болып, барлық болып жатқан әділетсіздіктерге, зұлымдықтарға құлдарша көнуді Құдай бізге тапсырғанда жоқ. Құдайдың ешқандай қасиетті кітаптарында бұл туралы айтылған жоқ. Құранда да айтылған емес. Ендеше біз бұл дүниеге барлық зұлымдықпен, әділетсіздікпен күресуге, Құдайдың ақиқатын іске асыруға міндеттіміз. Және ол біздің құлшылығымыздың ең басты міндеті. Бізді бұл дүниеге адам қылып жіберді. Ендеше барлық адами құндылықтарды құрметтеуге тиіспіз. Сондықтан ұрылар мен қарылар, қарақшылар мен тонаушылар, Назарбаев және оның әулеті, олар ұрлай берсін, тонай берсін, олар соттайтын, соттап, ататын, атып, шабатын, шаба берсін, шетелге ұрдап, жырдап асырған байлықты асыра берсін, сен құл болып өмір сүруге тиіссің, сен осыған көн, бұл тағдыр дегендердің барлығы дінді бұзушылар. Құдайдың шынайы дінінде ешқашан өйтіп айтпайды. Құдайдың дінінде зұлымдыққа қарсы шық дейді. Керек болса, сол патшаңның да басын алуды дәріптейді. Сондықтан мынау дін бұзарлардың ғасырлардан бергі барлық диктаторлық, монархиялық елдерде қалыптасып қалған бұндай бұзылған діндеріне және соны халыққа жүргізген, үгіттеген барлық өтірік үгітші насихатшыларға біздің қарсы болып, халықты шынайы еркіндікке, шынайы бостандыққа шақыратынымыз ол біздің дінге қарсылығымыз емес. Себебі дін ол молдалардың барлығынан жоғары, барлық өзін Құдайдың сүйікті құлымын санайтын, барлық өздерін
басқалардан өр көретін, өздерінше бір ерекше үстем тап, ерекше бір тайпа, немесе осы біз ақсүйекпіз, немесе біз осы дінді түсіндіретін біз ғанамыз, біз Құдайдың таңдаулы құлымыз, немесе молдалар осы халықты ағартып жатыр, сол молдалардан барып халық дінді білді, дәрет алғанды білді, сол молдалар тәрбиелегеннен барып халық кем дегенде пара бермейтін болды, анау болды, мынау болды деп олардың жақсылығын айтып ақтайтындарға айтамын. Иә, олардың жақсылығы бар, бірақ солардың тәрбиесінен біреу темекі тастап, солардың тәрбиесінен біреу арақты қойса, оған бола олардың халықты 30 жыл бойы Назарбаевтың әулетіне және оның айналасына құл болуды үгіттеген, елбасы жасасын, Нұрекең жасасын деп дұға жасаған сол қылмыстарын жуып шаюға келмейді. Қазақтың арда өскен басын соларға құл қылып идірген, арда өскен қазақты құл қылып, қазақты соларға бағындырып, солардың идеологиялық құралы жасап болғандықтар үшін сол нұрмолдаларға біз қарсымыз. Әрине, бізге еркіндік керек, тұтас қазақ халқына еркіндік керек. Бұл еркіндікке ұмтылу ешқашан Құдайдың заңына қайшы емес. Құдайдың заңы, Құдайдың ілімі, Құдайдың каламының өзінде бізді шыншыл, ақиқатшыл болуға үндейді. Яғни шыншыл болу, ақиқат үшін күресу, еркіндік үшін күресу құлшылықтардың ең үлкені. Әрине, жаратушының бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, біреу екендігін айта отырып, сол осы ілім білімді негізге ала отырып, барлық мынау қазақ халқын езетін, қанын теспей соратын жүйеге, мейлі оның ішінде ұрығары қарақшылардың сапында сәлдесін сүйреткен молдалар болса да, бәріне қарсы тұрамыз. Бізге қазақ халқының шынайы азаттығы керек. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, жасаған барша игі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз дінге құрметпен қараймыз, біз барлық діндарларға құрметпен қараймыз. Біздің өзіміз жаратушының бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына, ежелден бар мәңгілік және теңі жоқ, теңдесі жоқ екендігіне сеніп иман келтірушіміз. Ендеше шынайы Құдайдың ақиқаты үшін күресу, ол бір топқа немесе мәлім бір өкілдерге тән нәрсе емес. Жаратушыға жалбарыну ешқандай серіксіз, оларсыз, әркім өзі тіке іске асыруға тиісті. Аман, сау болайық. Әрине, білім іздеу керек, білімде ұстаз керек, бірақ ұстазыңыздың қандай екендігін білгеніңіз әлдеқайда абзал. Еркіндік үшін күрес құлшылықтардың ең үлкені. Аман, сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.